Ал енді төл тіліміздің мәселесіне тоқталсақ. Үкіметтен кейін іле-шала бүгін мәжілісмендер де жаппай қазақша сайрады. Тіпті төменгі палатадағы ұлты бөлек халық қалаулыларына дейін үкімет мүшелеріне қазақша сұрақ қойып таң қалдырды. Бұған дейін олар тек орысша ғана сөйлейтін. Ұзақ жылдардан соң төменгі палатада ана тілдің үстемдік құра бастағанына қуанған депутаттар шенеуніктерді мемлекеттік тілде емтихан тапсыруға міндеттейтін заң жобасын әзірлеуді ұсынды. Осы уақытқа дейін өздеріне өте ыңғайлы орыс тілінде заң жазып, сауал жолдап келген депутаттар бір күнде өзгеріп шыға келді. Президенттің тапсырмасы талқыланбайтын жақсы түсінетін мәжілісмендер шетінен тілдерін сындырып қазақша сайрап жүр. Негізі төменгі палатаға ұлттық банк төрағасы сақтандыру туралы заңға өзгеріс енгізіп алып келген. Данияр Ақышевтың баяндамасы және халық қалаулыларының көбінің сауалдары мемлекеттік тілде болды. Тіпті ұлты басқа депутаттарды күтпеген жерден қазақша сөйлеп таң қалдырды. Заң жобасынан сақтандырушы мен клиент сақтандыру талаптарын нақтылай алатын шекті көріп отырған жоқпыз. Сондықтан мынандай сұрақтар туындайды. Ұлттық банк жүктелген сақтандыру шарттары үшін шектерді белгілеуді жоспарлап отыр ма? Біріншіден, турист үшін пакет қаншалықты өседі. Екіншіден, туристік фирмасыз өз бетінше шетелде шығатын туристерді сақтандыру арқылы қорғау көзделген бе? Клиенттерден дербес деректерін қорғау үшін және сақтандыру компанияларының киберқауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай талаптар қою қажет деп ойлайсыз? Бұл шаралар заң жобасында жоқ. Бұдан кейін қазақшаға судай Геннадий Шиповских сөз алды. Ұлттық банк әзірлеген заң жобасына сақтандыру полисіне қатысты шикілік бар екен. Ол Ақышевтан соны сұраған. Неліктен сақтандыру полисі сақтандырудың жалпы қолдану мерзімі толық өткенше, яғни бір жылға немесе сақтандырудың барлық сомасы біткенше жарамды болмайды. Бас банкир сауалдарға күні бұрын дайындалып келсе керек, алдындағы шпаргалкаларға қайта-қайта үңілумен болды. Сөйтіп тұрғанда қағаздардың арасынан Шиповскихтің сұрағына әзірлеген жауабын таппай қалды ма, әйтеуір Ақышев сөзден шатасты. Жол апаты болған жағдайды кінәлі тұлғаны сот анықтайды. Бұл бірнеше айға созылуы мүмкін. Алайда мен баяндамашының жауабына қанағаттанған жоқпын. Сондықтан да өз сұрағымды қайтадан қоюға мәжбүр болып отырмын. Мен жауап бердім. Бары осы Сіз мына оқып берген мәселен басқаша болды ғой, сұраққа қарағанда. Сол ғой депутат Шиповскихтің. Сол себепті бұл ақпаратты жазбаша беруді рұқсат етіңіздер. Парламентте ана тілінің үстемдік құра бастағанына қуанған депутаттар қазақ тілін барлық салада кеңінен қолдану үшін арнайы заң жобасын жазу керектігін ұсыныс жасады. Берік Дүйсенбинов экономика, бизнес, ғылым, технологияны қазақшалайтын және шетелдік компаниялар мен инвесторлардан да мемлекеттік тілді талап ететін, сондай-ақ кез келген лауазымды қызметкерді емтихан тапсыруға міндеттейтін заң әзірлеуін премьерден талап етті. Қазақ тілінен емтиханды тек президенттікке үміткерлер ғана тапсырады. Біздің ойымызша мемлекеттік тілді міндетті түрде игеруге тиісті лауазымды шенеуніктердің тізімін одан да кеңейтуді қарастыру керек. Үкіметті мемлекеттік тілді қолдану саласын кеңейту туралы заң жобасын дайындауға шақырады. Осылайша есілдің сол жағалауындағы министрлер мен депутаттар арасында қазақ тілін меңгеру науқаны қызу жүріп жатыр, бірақ мемлекеттік тілде сөйлей бастаған халық қалаулыларының сауалдары үкімет мүшелеріне қойылған сұраққа жауабы бұрынғыдан айтарлықтай қысқарып қалыпты. Содан да болар, жалпы отырыста сөз алған мәжілісмендер мен министрлер сөзін көпке созбады, ал қазақша сөйлеп, қазақша жазу эстафетасының кезегі үкімет мәжілістен кейін енді сенатқа келіп тұр. Жаудыр Оразхан, Роман Расулов, Бағлан Игіліков, КТК, Астанадан.